Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге қызықты екі ойын айтатын боламын. Ол жерде шынымен де ақша табуға болады, бірақ көп ақша деп айта алмаймын. Сол үшін видеоны соңына дейін көреміз. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, қоңырау шамын басамыз. Дәл қазір қарасаңыздар, бірінші ойын Money Address деп аталады. Бұл кәдімгідей Tetris. Бұл жерде шынымен бірақ ақша табуға болады. Көргендеріңіздей, зарабатывайте наличные, играя в Tetris деп тұр. Наличный ақша табыңыз, Tetris ойнап деп жазылған. Және де өздеріңіз кіріп көрсеңіздер болады. Отстарды оценкасын 4-2, адамдар шығарған адамдар бар, ұнамаған адамдар бар, әрине барлығында сондай. Қазір мен сіздерге бұл ойынды ойнап көрсететін боламын. Соны Money Address деп Play Market'ке жазып тартып болғаннан кейін сіздер кіресіздер. Кіргеннен кейін бұл жерге ешқандай тіркелудің қажеті жоқ. Просто көргендеріңізде мен атым шығып тұр ғой, дәл осындай ат жазасыздар. Менде очко 3976, көргендеріңізде менде 0,25 цент бар. Таблица лидеров көрсек, бұл жерде тоже лидерлер бар. Менде рекламалар жақсы жері. Бұл жерде рекламаны кез келген уақытта өткізіп жіберуге болады. Көргендеріңіздей. Ал енді қараңыздар, таблица лидеров көргендеріңіздей 123 миллион почти бірінші орында тұрған адам. Одан кейін 82 миллион, жоқ 8 миллион өтірік айтам. 12 миллион, 8 миллион, 6 миллион. Дәл сондай адамдар очко жинап тастағандар. Бұл жерде апта сайын активный игроктардың арасында сағат ойнатылады. Galaxy Watch деген көрініп тұр. Еженедельный розыгрыш деп. Бұл жерде шынымен де күнде ойнап ұтып алуларыңызға болады. Одан бөлек бұл жерде карталар сатып алуға болады. Мысалы қараңыз, 2990 теңгеге Money Rush деген карта сатып аласыздар. Бұл жерден ақша түсінгенім бойынша ақша көбірек жинауға болады. Міне играть деген басасыздар, кәдімгідей Tetris ойнайсыздар. Жаңа карталар сатып алатын болсам, походу осы көбірек ақша түседі деп ойлаймын. Осы бірінші шақта деген жару керек. Мына мороз деген бұл бізге қатып қояды. Арасында осындай ақшалар шығады. Просто сол ақшалар жару керек. Біз бір қатар толған кезде полностью жарылады. Сол ақшалар жарылған, міне көргендеріңіз жарылды. Сол ақшалар жарылған кезде бізге үстінен ақша қосылып түсетін болады. Жинау қиын емес, бірақ білмеймін қанша ақша жинауға болатынын. Әр түрлі блогер әр түрлі айтады. Мысалы кейбіреулер күніне $5 табуға болады, кейбіреулер $1 артық таба алмайсың дейді. Өздеріңіз ойнап көресіздер. Ал енді екінші ойын менде 2048 деп аталады. Play Market'ке 2048 деп жазсаңыздар шығады. Бұл ойынды өздеріңіз білетін шығарсыздар, атынан ақ біліп тұрған шығарсыздар. Осындай, короче, көргендеріңізде осылай бір-біріне барларды құтуымыз керек. Әр рекорд қойған сайын бізге ақша береді. Минимальный сумма шығаруға болатын $100, ой, 100 рублей. Если 100 рубль ойнап жинайтын болсаңыздар, сіздер 100 рубль шығарып ала аласыздар. Көргендеріңіздей, типа, осылай просто жарып кете беру керек. Бір-біріне ұқсайтындар. Мен бұндай шынымды айтсам қатты ойнай алмаймын, сол үшін мен пока ештеңе ақша таба алмадым деп айта аламын. Себебі былайша айтқанда негізі судоку деген ойындар маған шынымен ұнамайды. Сол үшін бірақ ақша табуға болады. Блогерлерді көрдім, что 100 рубль жинап шығарған, бірақ әркім әртүрлі. Бұл жерде репсилка жоқ. Сол үшін олар шынымен де шығарды. Көп адамдар шығарған. Примерно осылай жинайсыздар. Мені вывести деген жерге өздеріңіздің Kiwi кошелек номерлеріңіз жазып, минимальный сумма шығаруға болатын 100 рублей деп тұр. Басқа почти ештеңе жоқ. Просто қара экран, тез-тез дәл осылай ойнап шығасыздар. Бұл ойын 100% ақша төлейді. Мен ақша шығарған блогерлер көрген болатынмын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Менің басқа видеоларымды көрсеңіздер, ол жерлерде де өте көп ақша табу жолдар бар.